Бәріңе сәлем, біз бүгін Сабаз бен Сұлу түрік сериалы туралы айтатын боламыз. Олай болса лайктарыңызды сайлап, пікірлеріңізді дайындап, арнаға жазылып қойыңыздар. Сабаз бен Сұлу сериалы 2016 жылы түсірілген романтикалық драма жанрындағы туынды. Сериалда Түркияның Star TV арнасы ұсынды. Сериал көрермендер арасында үлкен танымалдылыққа ие болып, әсіресе Таяу Шығыс, Орталық Азия және Латын Америкасында кеңінен танылды. Сериалдың оқиғасы екі негізгі кейіпкердің Жесур мен Сюханның айналасында өрбиді. Олардың тарихы күрделі махаббат, отбасылық құпиялар мен кек алу тақырыбын қамтиды. Жесур әлемдар оғлы, әкесінің өліміне кінәлі деп санайтын адамдардың кек алуға ниеттеніп, ұзақ уақыттан соң туған ауылына оралады. Оның басты мақсаты өткеннің құпияларын ашып, әділеттілікті орнату. Сюхан Корулудах, бай және ықпалды Корулудах отбасының қызы, мейірімді, ақылды, әділетсіздікке қарсы күресуге дайын жан. Ол Жесурға ғашық болып қалады, бірақ олардың қарым-қатынасы қиындықтарға тап болады, себебі олардың отбасылар арасында жаулық махаббатқа кедергі жасайды. Оқиға барысында екі кейіпкердің бір-біріне деген сезімі мен жан қиналысы шынайы түрде көрсетіліп, көрермендерді еліктіреді. Сериал тек махаббат пен драмалық оқиғаларды ғана емес, сондай-ақ Түркияның табиғаты мен мәдениетін де тамаша суреттейді. Сюжет желісі арқылы түрік қоғамындағы отбасылық қиындықтар, құндылықтар, дәстүрлер мен қоғамдық мәселелер көрсетіледі. Сериалдың танымал болуының себебі де осында. Көрермендер Жесур мен Сюханның күресін бақылай отырып, түрлі моральдық және психологиялық сұрақтарға жауап табуға тырысады. Сабаз бен Сұлу сериалы көрермендер арасында кең танымалдыққа ие болып, халықаралық аренада да табысқа жетті. Сериал рейтинг бойынша жоғары орындарда тұрды, сонымен қатар көптеген марапаттарға ұсынылды. Сабаз бен Сұлу махаббат, кек, адалдық және отбасылық құпияларға толы сюжетімен көрермендерді баурап алатын телесериал. Түрік драмаларының дәстүрлі ерекшеліктер мен әсерлі оқиғалардың үйлесімі арқасында бұл сериал әлемнің түкпір-түкпірінде танымал болды. Егер де видеоны лүпіл басып, пікір қалдырып, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар.